Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 7 шілде 2023 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген ғылыми танымдық әңгімемізді жалғастыра бермекпіз. Мақсаттық әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Бұны ата-бабаларымыздың арманы, ұрпағына деген аманаты деп айтып келеміз. Енді құрметті әлеумет, біз эфирге шықпай қалғанымызға бір шама уақыт болды. Ұзақтау уақыт үзіліс таптық. Соның кезінде біз қандай шаруа тындырғанымызды сіздерге хабардар ете кеткенді жөн санап отырмыз. Өздеріңіз көріп отырған менің аямдағы тудың әрі бір шама өзгерген байқайсыздар. Ол қандай өзгеріс дегенде қарасаңыздар, мынау тудың түрі, яғни кемел адам бейнесі, әруақты адам бейнесі сол қалпында қалды. Артында желбірейтін жағы, дағы түстері, әртүрлі түсті бояулар өзгеріс тапты. Бұл менің аясында тұрған үлкен туымда да көрініп тұр. Мен сіздерге бұлай көрсетіп отырған туымда да соны байқаңыздар. Міне біз осы туды өзгерісін мынандай күйде сіздерге көрсетпекпіз. Бүгін бұл өзгеріс мынандай жағдайға енді. Сол кемел адам өзгеріс түрі сол қалпында тұр, келбеті, ал түрлі түсті бояулардың артында желбірейтін жақтағы. Жер бетіндегі неше түрлі елдердің, мемлекеттердің туларының суреті, яғни бейнесі түсті. Яғни бұл кемел адамның, әруақты адамның нұсқасы барлығыне рухани былайша айтқанда үлгі нұсқа бола алатындай құптау, соған ұмтылыс белгісі деген мағынаны аңғартса керек. Біз осы туымызды енді желбіретіп ұстап жүре береміз деп ойлаймыз. Бұл сіздерге о баста айтқан жобалық туымыздың мәнін ашады. Біз осылай деп сіздерге бір шама ескертіп қойған жайымыз бар. Енді оның ондай әрленуге қандай себептер әсер етті десеңіздер, біз сол жөнінде кішкене ақпарат сіздерге бермекпіз. Біз Тараз қаласында үлкен халықаралық іс-шара өткіздік. Ол іс-шара ұлы дала өркениеті деген тақырыпта дәстүрлі екінші мәрте өткізіліп отырған суретшілердің халықаралық симпозиумы 7 күндей уақыт өтті. Яғни оны ұйымдастыруға қолғабыс тигізіп, ат салысып, басты ұйымдастыру әрекетін жасаған, өзім қызмет жасайтын институт. Міне сондықтан да ол қонақтарды, жан-жақтан келген суретшілерді қарсы алу әрекеті өз рәсімінде, өз тілінде біздің немізге жаңағы жауаптылығымызға артылды. Сол себептен ол суретшілерді қарсы алу әрекеті салтанатты түрде жеке көрме жасап, яғни өзім жеке көрмемді жасап, кейбір туындыларымды презентациялық үлгіде көрсету жоспарланып солай шешілді. Яғни біз сол симпозиум аясында жеке көрме ашылу әрекетімен негізгі тақырыбымызды аштық. Ондағы негізгі біздің жеке көрменің тақырыбы
руханилык принцип және ұстаным деп аталды. Позиция. Яғни ұстаным деп аталды. Міне сол көрмеде жаңағы туындыларымыз көріп, көрерменнің жаңағы шетелдік қонақтардың назарына ұсынылып, олардан былайша айтқанда өз мәдениетімізді көрсету арқылы, яғни қазақстандық мәдениет, бейнелеу өнер саласындағы көне тараздың мәдениетін, рухани нұсқасын көрсету арқылы біршама оларды қызықтыра алдық. Яғни олар бізді қолдады, қоштады, бірлігін баян етіп, былай тұжырымға келді. Міне сол кездерде біздің әр елден келген суретшілер жаңағы қазақтың рухани құндылығын шынымен де адамзаттық құндылыққа келетін, қоштайтын, қолдайтын білдіріп, қошеметтерін көрсеткеннен кейін біздің туымыздың әрі осындай үлгіде болып, бәрі қабыл алды. Яғни бетін ашты деп айтайық өмірге. Міне сол әрекетті кейінде біз сіздерге көрсете жатармыз кейбір ролигімізде солардың эпизодтарын. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға оралатын болсақ, біз өткен 51-ші тақырыбымызда біршама аққа Құдай жақ деген әңгімені қозғап, сол жерде үздік. Ал 51-ші тақырыптан кейінгі, хабарламадан кейінгі 52-ші арна бұл тыңдармандарымыздың тыңдау, түсіну әрекетінде қабілеттеріне байланысты болды. Яғни олды 3 деңгейге бөліп, қысқасы біздің әңгімемізді жеңіл-желпі емес, салмақ түрде тыңдай алатын жағдайға жетсеңіздер деген тілекпен сол әңгімемізді арнаған болатынбыз. Енді бүгін біз сол әңгімемізді жалғастыра берейік. Яғни 51-ші хабардан ары қарай жалғасамыз. Әңгімеміздің бастауы ол кезде аққа Құдай жақ деген сөзбен басталды. Құдайды аққа жақ деген, яғни біз өзіміздің адам ретінде рухани мұраттық нұсқамызды белгілеп алу, анықтап алу әрекетінде сөз еттік. Ол қазақ дүниетанымында қалай екен, соны біз баяндап келе жатырмыз. Сондықтан да бұл ешқандай дінге басқа қатысы жоқ. Бұл жалпы адамның жан дүниесінің рухани талабына қатысты баяндалып жатқан, айтылып жатқан әңгіме. Яғни аққа Құдай жақ, Құдайды аққа жақ дейді біздің қазақ. Міне осы негізгі басты үлгі, барлық шешімі осы әңгімеміздің, рухани әңгімеміздің негізі болып тұр. Соны біз айтып отырып, біз былай демекпіз. Яғни біздің сізге о бастан ескертіп айтып қойғымыз келетін аса жауапты нәрсе, бұл біз әңгімелейтін жайды сізге біз дегендей мағынада біздерден басқа ешкім айтпайды. Яғни мұны ешқандай тыңдарлар да, саясаткерлер де айта алмайды. Өйткені бұл тақырып олар үшін жабық, айтуға болмайды. Айтып қалса, оларды пұттарына жібертіп қою деген сөз. Өмір сүрілмейтін жағдайға жеткізіп қою деген сөз. Ол саясат. Бұл пенделерге дейік. Пенде деген өте жаман сөз. Оны кейбір адамдар, ақымақтар өздерін солай айтады. Айта берсін, біз сол пенделіктен құтқарудың әрекетін жасап отырмыз. Сондықтан да пенделерге Құдай емес, карьера, қызмет, яғни сыбайластық, жемқорлық маңызды болып тұр. Сол үшін де олар қазіргі біз айтатын шындық, әділдік, адалдық дейтін ақиқатқа беттей алмайды. Соны біліңіз. Сенбесеңіз, өздерінен сұрап көріңіз. Ал бұл жерде сізге қайсысы, не керек? Ойланыңыз. Бүгіндегі ең маңызды қажетті жайттың бастауы болатын құбылыс. Адамдарда ең іргелі, ең жоғарғы рухани мұраттық нұсқаның жоқтығы. Яғни біз оларда, адамдарда жаратушының, Құдайының, яғни жоқтығы деген сөзді айтып отырмыз. Біз сіздер кереметтей сенетін діни кітабымыз бар
дегендердің өзінде олардың жаратушысы, Құдайы жоқ деп айтып отырмыз. Сонда Құдай оларға сенетін сізде де жоқ деген сөз болып тұр. Байқайсыз ба? Түсіндіңіз ба? Сіз бұнымызға қасарысып, жоқ, мен келіспеймін дерсіз. Мейлі. Олай айтар алдында ең алдымен терең ойланыңыз. Сонымен десек, сонымен біздегі сіз үшін үлкен жаңалық сол, сізге бүгінге дейінгі барлық әлемдік деп аталатын діндердің діни кітаптарына иланып сенбей ақ қойыңыз демекпіз. Оларды бар болғаны бір кезеңдердегі жер бетінің әр бұрышында өмір сүрген адамзат баласының дамуындағы жазылған қызықты, қияли, көркем әдеби кітаптар. Біреулері ерте жазылған, біреулері кештеу жазылған деп түсінгендеріңіз дұрыс болады. Ал егер де сіз шынымен де жаратушы Құдайды керек деп, оны іздеп, онымен рухани табысқыңыз келсе, сізде бүгінде Құдайды іздеудің бірақ басты жолы бар. Ол өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге үңілуден, онымен сырласудан басталады. Оныңызбен түсінісе алмасаңыз, онда ең басты рухани ақ жол қазақ атамыз айтып кеткен сара жол. Ол әр уақыттық жол ғана болып қалады. Басқа жол жоқ. Есіңізде болсын, егер де сіз Құдайды бар немесе жоқ деңіз келсе, ондай шешімді тек әруақтық жолмен ғана анықтай аласыз. Ондай болған күнде сіз жаратушыңыздың, Құдайыңыздың өзіндік рухани болмысын, өзіңізде бар рухани болмыстық санамен мүмкіндігіңіз келгенше жақтауға, ақтауға, пәктеуге, қорғауға тиісті болып қаласыз. Міне, әруақтық құбылыстың сондай құдіреті бар. Сіз соған дайынсыз ба? Мәселе сонда. Бұл біздің тараптан қыстау емес. Ол сондай рухани, болмыстық табиғи құбылыс талабы. Біз сізге соны түсіндіруге талпынып жатқандармыз. Соған сізді дайындап жатқандармыз. Ойланыңыз, толғаныңыз. Тыңдаңыз, өйткені сіз онда рухани ең іргелі, ең жоғарғы аққа Құдай жақ деген ұғымда ғана ой түйе алуға тиіссіз. Егер де олай болмай, сіз Құдайды рухани жақтай алмаған күнде, онда сізде де өзге бүтіндер, былайша айтқанда пенделер сияқты, яғни жаратушыңыз, Құдайыңыз жоқ деген сөз. Сол сияқты дәл сіздердегідей жағдай өзгелерде болса, олардың да солай. Жаратушының, Құдайының болмағаны, жаратушысы, яғни Құдайы жоқ деген сөз. Енді қатты айтайық. Мүттәйімсініп, жәдігөйсініп, қандай жаман сөз. Жаратушыдан, Құдайдан қорқамыз дейтіндерде де солай. Оларда тіпті Құдай мүлдем болмайды. Оларда жаратушы болған емес, және Құдай мүлдем жоқ деген сөз. Сондықтан да олар бәрінен қорқады, шын қорқады, өтірік қорқады, әйтеуір қорқады. Өзгелері де сонысына иландырғысы келеді. Өзгелерді де солай қорқытқысы келеді. Тіпті түрлеріне дейін бір түрлі болып, бөжейге, құбыжыққа ұқсап, жамылғыларын жамылып жүргендері. Олар өзіне де, ешкімге де сенбейді. Өмірлері өтірікке,
жалғандыққа, жасандылыққа, қылмысқа толы. Олар біліп істеген, білмей істеген, құпия істеген, жасырын істеген кінәлары кешіріледі деп ойлайды. Ақталып, оған сенгісі келеді. Онысына сенбесе де, сенгісі келуге тура келіп отырған олар өздеріне ыңғайлы, өздер сияқты, өте түсінікті, қу табан, екі жүзді, қара бет етіп сипаттап алған бір ғана Құдай, Аллахымыз тағы басқалар дегенге ақымақтықпен, топастықпен, саясатпен сенгендей болады. Сөйтіп, бәрі өздерінің ойлап тауып алған Рабысымен, Аллахымен бірігіп қылмыстарын үсті-үстіне жасап келген, жасап келеді және жасай береді. Ал сіз жаратушы Құдайды бар дегіңіз келсе, сол үшін де сіз оны аса ұқыпты жағдайда, үлкен ұғыммен ақтай білуіңіз, кіршіксіз етіп пәктей білуіңіз, жақтай білуіңіз керексіз. Ар-ұждандық үлгінің, өнегенің, көрнекіліктің бастауы болып, кіршіксіз таза құдіретті жаратушы Құдайдың өзі тұр деп түсінуіңіз керексіз. Солай сенуіңіз керексіз. Онсыз Құдайды таба алмайсыз. Құдайды осылайша ұқпасқа шамаңыз жоқ, рухани қақыңыз да жоқ. Өтірік діндердің өкілдері сияқты жаратушыға, Құдайға дақ салмауыңыз керексіз. Егер де оған, Құдайға дақ салып, жамандықты да қосып, бәр нәрсені тек соған артып, оны ұлықтаймын, ұлылаймын десеңіз, онда ешқандай да ісіңізде де, әдебіңізде де, әрекетіңізде де қисын болмайды, мән қалмайды. Рухани шаруаңыз бітеді. Рухани қиюыңыз кетеді. Білуіңіз керек. Адамзаттың рухани саналы дамуы, кемелденуі, ізгілігіні, өнегені, көрнекілікті үйренуден басталады және содан тұрады. Жаратушы Құдай бұндай үлгіде бола алмаған жағдайда ол ең іргелі, ең жоғарғы рухани мұраттық нұсқа болудан қалады. Яғни ол дегенің жаратушы Құдай емес. Қазақ дейік, немесе жалпы адам баласы дейік, үлгі тұтқан жаратушы Құдай сол ең іргелі, ең жоғарғы рухани мұраттық нұсқасында. Үлгі өнеге көзі. Соны біліңіз. Осыны ұқпасаңыз, сіз қазақ емессіз. Тіпті адам да емессіз. Болмысыңыз бөтен, шын сатқын, күнәһар, хайуан, пенде болғаныңыз. Төрт періште, шындық періштесі, рухани періште, ғылым періштесі бізге солай айт дейді. Солай қатты айт дейді. Өйткені аққа Құдай жақ. Құдай да аққа жақ. Соны түсініңіз. Осылай тек қазақ атамыз ғана жазбай танып, танбай айтып келген. Бұл ешқандай жерге жазылмаған, сызылмаған, тек рухани саналық ұғымда сақталған қазақы болмыстық сенім. Соны ұғынғаныңызда ғана, адамдық рухани болмысыңыз сақталғанда ғана, сіз малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деп айта аласыз. Армыс деп амандаса аласыз. Міне құрметті әлеумет, біз бүгін армыс деп амандаса алмай жүрміз. Өкінішті. Сол армыс деп амандасылатын кезге жетейік. Біз сол үшін де осы
қазақ дүниетанымындағы тазалық әрекеттерді, ұғыным түсінік әрекеттерін қайталап осылай түсіндіріп айтуға мәжбүр болып отырмыз. Көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.